Төлеген Айбергенов, ана. Арманыңды ақтарам ба, жүрегімді тербесем, айға сіңілі қарындассың қасиетті жергесем. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенді қуат мың есе артық жердің тарту күшіне. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көп жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар бәлкім, басын иді көк маған, әркез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шар құрды жүрегім. Шат жүрба қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емес кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп болғамды азадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең? О аналар, кей пасықты жаратасың сен неге? Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса балаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптық терең дананы, даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Білмедім мен, сен әйтеуір ораласың көп тілге, киелі сүт құдіретімен әлде сейіп кеттім бе? Ана десе әйтеуір мен өзге сөзді есітпен, құлағыма үн келеді қоңыраулы бесіктен. Құлағымда ол үн менің көрген емес толастап, өйткені сен жылауыма қарсы болдың о бастап. Бүкіл әлем шуларына жіберді де сүңгітіп, өзің қаққан қоңыраудан кетті маған тіл бітіп. Қоңыраулардың үні мені жетектеді қиянға, қоңыраулардың үні мені шомылдырды сан қиялға. Тұтқасынан ұстамақ боп дария білім есіктің, мектеп бардым, онан да мен қоңырау үнін естім. Ұстаз болдым, сөз сөйлетті болашақтың мінбері, көз алдымда қызыл ала қызғалдақтың гүлдері. Дәл бүгінде нұрлы ертеңнің қоңыраулы етіп тұр мені, өміріме өзің қаққан қоңыраудың үндері. Өзің қаққан қоңырауда өмір жыры бар екен, оның үні тарқамайтын болды менің мерекем. Сол үнменен тыным таппай бақытымды көремін, өйткені мен мерекемнің тарқамауын тілеймін.